Бірлік күні қазағым бірігіп, ұлтшылдар мемлекетін құру керекпіз. Ұлтшылдар ғана бізді үлкен кезеңге шығара алады. Мінекей, жемісін көрсете алады. Басқа еш нәрсе емес. Біз көрдік. Неше түрлі билікті көрдік, еш нәрсе шықпай жатыр. Сондықтан келесі тізгінді ұлтшылдардың қолына беру керек. Соның арасында мен де ол. Бірігейік, біріктің арқасында біз жеңіске жетеміз. Қазір тіл мәселесі кішкене Қазақстанда белең алып келе жатыр. Бұны тоқтатпау керек. Әрбір мемлекеттік қызмет көрсету барлық жерлер қазақ тілінде ең бірінші көрсетілу керек. Қазақ тілін білмейтін адамды мемлекеттік қызметке алмау керек. Балабақшаға балалар қазақша білмесе, балабақшаға алмау керек. Мектепке де қазақша білмесе, алмау керек. Мінекей. Әсіресе мектепке. Менің талабым сондай. Ешкімге азаматтық бермеу керек қазақ тілінен емтихан тапсырмайынша. Айта берсе өте көп. Шекараны біз бекіту керекпіз, әсіресе Ресей, Қытай жағымен. Бізге олармен біз дейтін нәрсе керек емес. Мінекей. Сол, атақ бірлік болсын, бірлік болсын, тірлік болсын. Мінекей, Маралды халқын қолдайық. Назира Голдты қолдайық. Асар баспананы қолдайық. Шерзаттағы әділ сот шешімі шықсын деп айтайық. Болмайтын жемқор жүйені, солардың барлығын мысал үшін соларға қарсы күресіп жатқан белсенді саяси журналистерді қолдайық. Менің айтарым осы.